24 сабақ. Әл-Фараби сен, Әбу Насыр Әл-Фараби айналысқан ғылымдар туралы білетін боласың. Суретке қарап, ғалым Әл-Фараби ғылымда қандай еңбектер жазып қалдырғанын ата. Сен сол еңбектердің қайсысынан білім ала бастадың? Суреттегі трактаттардың атаулары. Тіл және музыка туралы трактат. Жаратылыстану ғылымы трактаты. Математикалық трактат. Тарихи философиялық трактат. Әлеуметтік этикалық трактат. Трактат латынша қарау, талқылау деген сөз, белгілі бір тақырып бойынша ғылыми көзқараста зерттелетін еңбек. Арман ұлы ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби отырар, Фараб қаласында дүниеге келген. Әкесі әскери қолбасшы болған. Ол ұлының өз жолын жалғастырғанын қалады. Бірақ Әбу Насыр ғылымды таңдады. Ол алғаш отырар қаласында қыпшақ тілінде оқыды. Жас кезінен ғылымға деген қызығушылығы күннен күнге арта береді. Әл-Фараби туған жерінен алыстап Бағдат қаласына білім іздеп барды. Бұл қала мұсылман елінің шығысындағы ең ірі ғылыми орталық болатын. Әл-Фараби бүкіл саналы өмірін ғылымға арнады. Бүгінгі күні бізге ғалымның әр ғылым саласы бойынша жазған 100-ден астам еңбегі жетті. Отырарда туған қыпшақ баласы Әл-Фараби даналардың данасы. Ол философ, математик, музыкант, ол сөйлеткен ғылымның көп саласын. Екінші ұстаз, тарих берген бағасы. Тұрдағын Жексенбай Ақмарал, ол араб, парсы, грек және басқа тілдерді білген. Әл-Фараби ежелгі грек ғалымы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ғылымның мақсаты табиғаттың тылсым жағдайлар мен құпияларын ашу. Әл-Фараби. Сұрақтар мен тапсырмалар, не себепті Әл-Фарабиді екінші ұстаз дейді? Егер сенде мүмкіндік болса, ғұлама ғалымға қандай сұрақ қояр едің? Әл-Фараби туралы шағын әңгіме жаз.